Ресей президенті Владимир Путин терроризмге қатысы бар деген айтпен темір тордың ар жағында отыр. Дәл осындай мазмұнда әлеуметтік желіде видео тарады. Ақпараттың қаншалықты рас екенін және видеоның қалай тарағанын білмес бұрын каналға жазылып видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бірге тексерейік. Пока зачитана только вводная часть об основании 6-7 статей, по которым обвиняется... 70 мыңнан астам қаралым жинаған видеода Путиннің адам көп жиналған сот залында, яғни темір тордың ар жағында тұрғаны көрсетілген. Тағы бір Twitterдағы жазбада сыртқы істер министрлігі Ресейде төңкеріс болғанын және Путиннің үй қамақта екенін айтты делінген. Факт-чекерлер суретті кері іздеу жүйесі арқылы дәл осы видеоның YouTube'та 10 жыл бұрын, яғни 2012 жылғы 14 ақпанда жарияланғанын анықтады. Сипаттамада Ресейді өлтіру фильмі туралы айтылды және 2002 жылы шыққан деректі фильмге сілтеме берілген. Видеода кезінде сотталып босап шыққан ресейлік олигарх Михаил Ходорковтың бетінің орнына Путиннің жүзі монтаж арқылы қойылған. Шынту айтуында 2011 жылы түсірілген Ходорковский жайлы деректі фильм туралы айтылады. Сюжетте 2003 жылы түрмеге қамалған және Путин мен жанжалдан кейін алаяқтық және салық төлеуден жалтарған деген айыппен абақтыда 10 жыл отырған олигарх жайында баяндалады. Ходорковский бостандыққа шыққаннан кейін Ұлыбританияда тұрады және Путинді сынға алушылардың біріне айналды. Сіздерге айтарымыз, желіде тараған видеоды немесе фотоны әрдайым өзіңізде тексере аласыз. Оны қалай тексереміз десеңіз, біздің сайтымыздан көре аласыздар. Соған кеңес береміз. Келесі кездескенше.